Қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздерге eGov порталына кірген кезде сіздерден NCLR программасын сұрайды. Сол программаны қалай жүктеп аламыз және оны қалай орнатамыз. Соның барлығын орнатып болғаннан кейін eGov порталына өзіміздің ECP кілтпен соннан алынған. Сонымен қалай кіреміз, сол туралы қысқаша өзімнің ойымды білдірейін деген. Ал ендеше кеттік, дайын болсаңыздар. Ең бірінші өзіңіз Google Chrome ба, Firefox ба, Internet Explorer ма, өзіңізге керек браузермен кіресіз. Желательно мейлінше осы заманауи дамыған браузерлермен кіріңіз. Firefox немесе Google Chrome мен өзіңізге қалай ыңғайлы кірсеңіз болады. Мына жерге egov.kz деп жазсаңыз болады, немесе Google-ға кіріп сайтына осы жерге жай eGov деп жазсаңыздар, eGov порталына қалай кіруге болады. Ең бірінші тұрған egov.kz сол порталдың сайты. Сол сайтқа кіреміз. Кіргеннен кейін мына жерде өзіңіз тілді таңдайсыз. Қай тілде сізге ыңғайлы? Ағылшын тілінде, орыс тілінде, қазақ тілінде, по умолчанию орыс тілінде тұр. Сол себепті мен қалдыра берем. Маған ыңғайлы данный момент white деймін. Осы жерде ECP. Сізде немен кіресіз? Логин пароліңіз болса, сонымен кіресіз. ECP на SIM карта, одноразовый пароль, digital ID немесе QR кодпен. Мен соннан барып ECP кілт алдым. Сол кілтпен қалай мен eGov-ға кірем. Енді өзіңізде кілт болса, сол жерге жазасыз, выбрать сертификат. Осы кезде қай несімен кірсеңіздер де, сіздерде осындай компьютеріңізде NCLR программасы болмаса, сіздерді ары қарай жібермейді. Оны қалай орнатамыз? Осы жерде осындай сообщение шыққан кезде инструкция по запуску программы деген батырманы басасыздар. Осы жерде көп нәрселер, получение қалай, ECP-ні ключей, осы туралы көп нәрселерді қарауға болады. Бізге керек бұл жерде қызықтыратыны NCLR. Соны басасыздар. Енді мына жерде инструкциясын оқып алсаңыздар болады. Java болу керек браузерде, қандай требованиялар бар браузерге байланысты, минимальный требования компьютер пользователя. Қандай браузер тұр? Егер сізде, мысалға менде Mozilla Firefox браузері тұр, оны қалай көруге болады? Мына жерге мынандай меню бар менде жоғарыда, сіздерде ол болмауы мүмкін. Сондықтан мынандай панельге барып, оң жағын басып, панель меню десеңіздер, мындай меню шығады. Сол менюде Google Chrome болсын, Яндекс браузері болсын, Mozilla, енді өздеріңіз қарайсыздар. Справка кіріп, Firefox десеңіздер, мына жерде өздеріңіздің қай версиясы орнатылған қарайсыздар. Менде 79-шы версиясы орнатылып тұрген, ең соңғы версиясы Firefox-тың. Сіздерде енді қарайсыздар. 4 деген енді 4+ деген енді ең алғашқылары. Сондықтан егер браузеріңіз обновление жасалмаған болатын болса, онда міндетті түрде обновление жасалыңыз. Содан кейін қарайсыздар. Сізде қандай операциялық жүйе орнатылып тұр? Мысалға Windows платформада ма, Mac OS X платформасында, Linux платформасында ма? Сол себепті бірінші қарайсыздар. Мысалға мен өзімнің неме кірем, пуск, мой компьютер, оң жағын басам, свойства дейм. Осы жерде сізде қандай Windows орнатылып тұрған қарайсыз. Мысалға менде қазір данный момент компьютерімде Windows 7 профессиональный версия, тип системы 32 разрядтық операционный система дейді. Ол не деген білдіреді? 32 операциялық нені аламын, 32 биттік. Сондықтан маған NCLR, менде қазір Windows орнатылып тұр, сондықтан 32 биттікті аламын. Ал сіздерде 64 болса, 64-ті қарайсыздар. Linux болса, Linux, Mac болса, Mac. Мен 32-ні аламын. Осы жерде скачать сізге ұсынады. NCLR-ді компьютеріңізге сохранить файл. Сосын мынандай көшіріп болғаннан кейін, мына жерде инструменты кірсеңіздер, загрузкаға бассаңыздар, сізде қазір не жүріп жатқанын былай көрсетіп тұрады. Осыны күтесіздер. Болмаса екінші нұсқасы браузердің өзінде мына жерде показать ход текущей загрузки дейді. Осы батырманы бассаңыздар да болады. Осы жерде де көрсетеді, немесе инструментінің ішінде загрузки, немесе ыстық клавишемен Ctrl-G батырмасын бассаңыздар да ұмытып қалып жатсаңыздар, меню болмай жатса, мынандай сізде загрузки несі болмай жатса, Ctrl-G комбинациясын бассаңыздар, міне осылай сіздерде ашылады. Күтеміз.
міне осылай сіздерде көшіріп болғаннан кейін мына открыть папку с файлом дегенді басасыздар. NCLR мен осыны вырезать етіп алайын, рабочий столға ставить етем. Сіздерге түсінікті болу үшін енді өзіңізге керек жерге қойып аласыз, кейінде может керек болар. Осыны енді орнатасыздар, оң жағын басасыздар. Бірден жіберсеңіздер болады. Мен көп программа орнатқанда запустить от имени администратора деймін. Енді сіз қандай пользовательмен орнатқаныңызға байланысты, мен сондықтан сақтықта қорлық жоқ дейді, сондықтан администратормен жібере беремін. Бір ешқандай бір кедергілер болмасын деген тәсілмен сондай от имени администратор жіберсеңіздер дұрыс болады. Так, міне сіздерге осындай хабарлама келеді, осындай портта осындай программа орнатылды деп. Енді EGOV-қа ораламыз, жабамыз, обновление жасайсыздар, F5 батырмасын, ыстық клавишасын немесе осылай ECP и выбрать сертификат дейді. Міне көрдіңіздер. Енді сіздерден ағырай кілтті сұрайды. Кілтіңіз қай жерде тұр? Сол кілтіңіздің пультін көрсетесіз. Мен мысалға өзімнің кілтімнің пультін көрсетемін. Қазір тауып алайын. Son осы жерде ауыз деген таңдайсыздар. Сізге соңға барған кезде екі түрлі кілт беріледі. Біреуі ауыз болады, екінші RSA болады. Міндетті түрде осы екі кілт болу керек. Соңға барған кезде осы флешкіңізге немесе email почтаңызға лақтыртып аласыз. Міндетті түрде осы екі криптографиялық кілт болу керек. Біреуі болмай қалса, онда сізде жұмыс істеу қиын болады. Сондықтан ауызды таңдайсыздар. И осы жерде сізге соннан өзі берілген парольді тересіз. Открыть. Егер барлығын дұрыс жасаған болсаңыз, осылай өзіңіз EGOV-қа кілтіңізбен кіріп кетесіз. Ары қарай EGOV-қа байланысты өзіңіздің сұраныстарыңызды жіберіп, өзіңізге керек қызметтерді аласыздар. Егер осы видео сіздерге ұнаған болатын болса, міндетті түрде лайк басып кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазып кетіңіздер. Ал егер каналымызға тіркелмеген болсаңыздар, қазақ IT саласына байланысты каналымызды көтеру үшін рейтингін міндетті түрде каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Олжас Жарқын. Келесі сабақта осындай қызықты тақырыптарда кездескенше сау саламатта болайық ағайын.